Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін Қызылорда қаласында салынып жатқан Қызылорда арена стадионы туралы қазіргі жағдайы, қазіргі құрылыс жағдайы, қай жерге дейін келген жөнінде сөз етпекпіз. Бүгін 8 маусым 2025 жыл. Өткен жолымен осы Қызылорда арена жөнінде, оның құны, оның қанша орын сыйымдылығы және оның қандай маңызды бар екен атап өткен болатын. Бүгін импровизация, яғни көрген нәрсемді шынайы түрде ауызекі тілмен жеткізетін боламыз. 8 маусымға келген осы құрылыс қарқынының жағдайы қазір қасбеттерінде карниз дейді, жоғары жақ бөлігінде элементтердің, детальдардың орналастыруда сары. Одан кейін жанындағы айна, жылтырақ айна, сосын X образды металлоконструкциялық осы стадионның келбетін келтіретін панельдерді қаптап жатыр. Құрылыс қарқыны жақсы жүріп жатыр. Атап айтатын болсақ, стадионнан бөлек құрылыстың сыртқы жұмыстары, абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Ол жерде жаңа газон, брусчатка және осы көліктерді қоятын парковкалерді абаттандырып жатыр. Қазір көптеген жұмыстар осы қасбетпен шығыс батыс бөліктері сыртқы жұмыстары бітіп, оңтүстік пен солтүстікке қараған бөліктері, трибуналары қарқынды жұмыс жасауда. Қазір қарап отырсақ, солтүстік бөлігінде жаңа трибуналардың ең шатырларын орналастырып жатыр. Қасбетке көп көгішті бөліп, енді осы солтүстік трибунаға барлық жұмыстың қарқынын осы жақта жүргізіп жатыр. Көптеген канал арнамыздың көрермендері өткен жолғы бейне жазбада осы газонның сапасы туралы, газонның жасанды болатыны туралы өз шағымдарын айтуда және орынды шығар. Өйткені Қызылорда қаласында жасанды газон күннің ыстығында футболшылардың денсаулығына зиян келтіретінін айтып жатыр. Енді оны өз уақытында, өз орнында көрер жатармыз. Қазір енді соңында қалған солтүстік трибуна жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қарқынды байқағанда барлық жұмысшыларды сонда салып жатыр. Алдағы уақытта 2-3 айдың көлемінде осы стадионнан толық бітеді деген ойдамыз. Бұдан бөлек мен өзім жеке трибуналарды қарадым. Керемет, әсем. Атап айтқанда орталық алаң жұмыстары қарқынды жүруде, тас төселіп, оның жаңа қабаттарын өз қабаттарымен реттеп, нығыздап жатқан жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы уақытта көрермендердің сұрауы бойынша осы Қызылорда арена стадионының жаңалықтарын бейнежазбаны тұрақты түрде көрсетіп отыратын боламыз. Егер де бейнежазба соңында сіздерге айтарымыз, өтінішіміз, қазақ тілді арнамызды қолдап, бөлісіп, бағалап өтсеңіздер, біздің арнамыздың тіркелушімізді 500 тіркелушіге жеткізейік, Құдай қаласа. Жақсы, сау болыңыздар.